Қазақмыс холдингі Астанада өтіп жатқан Иннопром Қазақстан халықаралық көрмесіне қатысуда. Металлургиядағы инновацияларға арналған шараға холдингтің 4 еншілес компаниясы шақыртылған. Еліміздегі алпауыт өндіріс орындарына қандай жаңашылдықтар қажет, металлургия саласы мамандарының басын қосқан шарадан тілші материалы. Қазір Қазақмыс бірлескен компаниялар тобы өз алдында түсті металл өндіретін елдер арасында кен термиялық пешті қолданудан көш бастауды мақсат етуде. Ол үшін жаңа мыс балқыту технологиясы пайдаланылмақ. Мұнда шикізаттың мол қоры мен кенді одан әрі өндіруге мүмкіндіктің мол болуы компанияның басты артықшылығы саналады. Мы сейчас провели очень много переговоров на полях. Біз қазір осы алаңды пайдаланып, мысты одан әрі өңдеу бойынша көптеген келіссөздер жүргіздік. Қазір мыс ең танымал металл саналады. Әрбір электромобильге кем дегенде 80 келі мыс қажет. Сондықтан оның бағасы да күн санап өсе бермек. Бұл сала дамыған сайын біздің металлға сұраныс та артады. Компания жеке өндірістен бөлек бірлескен жобаларды да тәжірибеге енгізуде. Мұнда шетелдік серіктестер үшін жайлы жағдай жасау арқылы өндірістерді Қазақстанға локализациялауға болады дейді мамандар. В этом году мы освоили производство. Біз қазір поляктық компаниямен бірлесіп, арнайы техникаларды өндіруді қолға алдық. Бұл өзара импорт алмасуға жол ашады. Сондай-ақ неміс кәсіпорындарымен шахталық желдеткіштерді шығардық. Бұл отандық өндіріс көлемін 80%-ға арттыруға мүмкіндік берді. Отандық компания кен өндіру мен металлургия өнімдерін сатудан басқа жеке жасыл электр энергиясын шығарумен айналысады. Бұл бастама күн электр станциясы мен гидроэлектр станциясын салумен жобалауға қатысты. Сегодня мы занимаемся. Біз қазір Шығыс Қазақстан облысында ірі су электр станциясы құрылысын зерттеп жатырмыз. Күршім өзенінде бұл жобаның болашағы зор деп айтуға болады. Иннопром Қазақстан халықаралық өндірістік көрмесі бір алаңға 700-дей кәсіпорындарды топтастырды. Онда әртүрлі елдердің машина және кеме жасау, химия, авиация, металлургия және тоқыма өнеркәсібінің мамандары шақыртылған. Ауқымды шараға келген Қазақстан, Ресей, Беларусь және Қырғыз республикаларының өкілдері саланың басты проблемалары мен болашағын жан-жақты талқылады. Сәбит Әлдебаев, Марат Бейісов, Атамекен бизнес.